көріңіз. Мінекей, қараңыздар, бізде трамвай басқармасы. Но этот я гасарбайтер, я с России приехала, дейді. Енді этот я тут всю жизнь прожила, дейді. Мінекей, мені да, мінекей, шовинистар видеоға түсіріп жатыр. Осы мемлекеттің тілін ешкім алып тастаған жоқ десем, а я не знаю, я изучаю. Мінекей, осындай шовинистар, осындай біздің елге қарсы, біздің тілге қарсы, мінекей, тілі осы мені түсіріп отыр. Қараңыздар. Можно? Ага, мінекей. Бүкіл ел көріңіздер. Орыстардың шовинистарын. Но понаехавшилар қазақ тілін болдырмайтын. Мінекей, провокация жасаған мына кондуктор. Трамвай басқармасы, оплачиваем проезд. Мінекей осылай жүр. Ага, қазір. Өзіңіздің қалтаңыздан төлеңіз енді. Өзіңіздің қалтаңыздан төлеңіз. Қараңыздар, бүкіл қазақстан қараңыздар. Скаков бастаған өңірде осылай. Енді чё? Айналайын, мінекей қараңыздар. Бүкіл Қазақстан қараңыздар. Мінекей. Так, вы за проезд платить будете? Қазақша айтыңыз маған. Қазақша айтыңыз. Я не могу. Ага. Онда жұмыс істемеңіз. Ну и что? Жұмыс істемеңіз онда. Мұнда қазақ тілін ешкім алып тастаған жоқ. Орыс тілмен Ресей Федерациясы бар, ешкім сіз ұстап атқан жоқ. Мінекей күліп кетіп отыр. Мінекей мына шовинистка, нацистка күліп кетіп отыр. Кім кінәлі? Өзіміз қазақтар. Өйткені құл саналы қазақтар енді бір-бірімен орысша сөйлейді, сондықтан солай болып жатыр.